Assalamualaikum mine hurmatli diqqatlar. Mine bugun bizler Timur inimizдің azır fermerlik xo'jaligindamiz. Mineki Panayev Farms fermer xo'jaligi. Timur inimiz bilen mine o'tgan yıldan başlap ishlep boshladik kuzden. Mening atim Dүйсенбай, familiyam Otarbayev. Anguzal Agroservis kompaniyasының Хорезм Қарақалпаққа бекітілген уәкілімен основной біздердің текарғы вазипамыз фермерлерге өнімді көбейтуге амели жақтан жәрдем беру һәм микробиологиялық препаратлардың өсімдік үшін қандай пайдасы бар екенін мен табиғи көрсетіп болмаса атызында көрсетіп беру болмаса амелде көрсетіп беру мақсат неге міне жайласып тұрған қандай массив бар? Аллайар досыңыздар, Қараөзек район Аллайар досыңыздар совхозы. Қошқар ата массиві. Қошқар ата массивінде мінекей Anguzal Agroservis препаратларымен өткен жылдан бастап неге істесіп бастасыңыз. Өзіңіз бір қысқаша бір айтып берсеңіз, қандай болды, қайтып істесіңіз, не қылдыңыз? Ассалаумалейкум Хамеге. Өткен жыл 2025 жыл осы бидай 100 гектарға егіп басладық. Одан алдыңғы жылдар құласы осындай нәтижеге еш ие болмадық. Сондан кейін бір ilmi жондасуға сізбен бір Дүйсенбайға істесуге бір шешімді қарарға келдік. Екпестен алдын бидайларымыз 300 киладан бердік. 250-300 киладан беріп басладық. Сентябрьдің 15-20-ларынан бастап ектік. Екпестен алдын дәнлерімізді баста сіздің препаратларыңызбен хаммесін обработкіледік. Һәм де сонымен ектік. Одан кейін бір шыққаннан кейін октябрь айларында 15-20-ларында және бір мәрте суспенде бердік. Салтипро бердік. Себебі Қошқар атаға жерлеріміз көп, шор жерлер тым көп. Бүйелерге көбінесе біздер мәкке, мәш сондайларды егетін едік. Осы жылмен бірінші рет қазір бидай егіп жатырмыз. Одан алдыңғы жыл бір едік, қазір осы екінші жыл егіп жатырмыз. Алдыңғы жыл бидайыңыз қандай болды? Алдыңғы жыл бидайларымыздың бойлары ешқашан бұндай болмады. Средний алып есаплағанда где-то бір 25-30 сантиметр болды. Не центнерден берді өткен жыл? 18 центнерден берді. 18 центнерден берді. Шордың ақыбетінен, да? Шордың ақыбетінен, ау. Нәр жоқ болып кетті атызда? Нәр жоқ болып кетті, шорланып кетті. Мынандай текісі ешқашан болған жоқ біздерде. Қазір бір зат түсіндік, сол сіздің алған препаратлардан бірінші очередь шорлығын алады. Өсімдікке азуқа болады екен. Хамме төгілеріміз көбінесе органикалық төгін болып есапланады біздерде. Бір ретте химиялық бердік, олан болса селитра бердік. 200 киладан бердік. Суспензияда парагин, бактамин, пластастиннан 3 рет бердік. Қазір бүгін сөйлесек, майда 4-ші рет болады. Енді өзің бидайыңнан қалай қазіргі нәтижесіне өткен жылы салыстырғанда қазір не деп ойлайсың? Қазір нәтиже болды ма, болмады? Нәтиже былай көзге қарағанда жақсы болды. Себебі бойынан ақ уже белгілі болып тұрды, тығызлығынан белгілі болып тұрды. Сіз айтқанда міне буыннан қазір 4 буын болып тұрды. Идеальный состояние қазір 5 буын деп жатсыз. Бойына келетін болсақ, міне қазір 60 сантиметр кемінде бар. Енді құда қалесе не қылдайды, орып атқан уақытта енді тоннасын шығарамыз, сол уақытта бір нәтижесін айтамыз. Самый главный осы күнге дейін келіп, мына жерлерде сіздің бидайларыңыз шордың ақыбетінде апрель айында, одан кейін енді Қарақалпақстан шариғаты өзі жақсы білесіздер, әмеңіз топырақтың составында тұздылық жүзі күшлі, басым. Соның ақыбетінде октябрь айынан бастап уже бидайдың жүзі шорлаған, орта шорланған жерлерде октябрь айынан бастап бидайдың түп саны қысқарып басылайды. Бақарде апрельге келіп, уже көпшілік бұлдары өліп, жоқ болып кететін еді, солай ма? Өткен жыл сондай болған? Өткен жыл сондай болды. Менде суретлерім бар, сол видеоға қосып не алып кетсеңіз болады. Суретлерім бар, видеоларым бар, қандай шор болып атқан уақытлары. Шорланған жерлері құласы 100% өліп қалатын еді. Сондан кейін атызымызда ешқашан мынандай толық бидай шығып көрген жоқ. Біз енді өздеріміз ферма қожалығы, Панаев Farms ферма қожалығымыз основном шаруашылыққа масласқан. Қазір өткен жылдан бастап диқаншылықпен шұғыланып жатырмыз. Бидайдан бастадық. Бидайдан не қылды, жақсы бір нәтижеге алып шығуға әрекет етіп жатырмыз. Сізбен біргелікте, себебі сіз Anguzal Agroservisке де мың мәрте рахмет айтамыз. Себебі ilmi жағынан біздерге
туура келип аткан жок. Сол илмий жагынан жардам берип атыпты. Себеби жердин топурагын не кылып биз көрүп атабыз. Салтипро основной. Основной мына Салтипро көп күчтүү. Шорго каршы. Шорго каршы Салтипро жүдө жакшы не экен. Алдылары, например, ажыларыбыз аппак болуп калатын эди. Азыр ушул жылы эч качан мындай аппак болуп не болгон. Өткөн жылы күздө да шор чыкпады, э? Сону секенден кийин. Чыккан жок. Мисалы үчүн ана жолларды карасаңыз, жоллар аппак болуп туратын эди. Сол кезде биз ажыларыбыз да ак болатын эди. Салтипрону сүйбөдүк, жок ондай зат. Ана шорду келдің басында тұрған шорлардан көрсетсең болады ма екен, пожалуйста, белгілі болып тұрыпты шорлар. Ава, сөйлемеген жерде. Енді Тимур ақаттан бұл микробиологиялық препаратлардың, ямаса пайдалы микроорганизмдердің бұл жүдә бір өсімдікке, топыраққа жүдә пайдасы көп. Себебі бұлар микробиолог ғалымдар біздің Ангузал сервис компаниясының директоры Анаида Георгиевна Гузалова деген апамыз бар. Ол өзі микробиолог ғалым. Сол препаратлардың хаммесін сол өзі лаборатория шариатында көбейтіп, соны диқанларға сол жапырақ арқалы беру үшін, суспензия ретінде беру үшін сондай препаратлар алып шығарып, мінекей жеткізіп беріп тұрыпты. Оның үстіне мінекей 16 жылдан бері істеп тұрған компания бұл. Сол 5 жылдан, 6 жылдан бері біздер сол Қарақалпақстан Республикасына кіріп келген биыл мінекей 6 жыл болса, 6 жылдан бері сол Бактамин, 6 жылдан бері сол кеселдікке қарсы Спарагин, 6 жылдан бері сол Плантастим, 6 жылдан бері сол Фосфомакс. Мінекей өткен 2 жыл болды. Қазір міне Салтипро препаратын сол ілтимас қылған едік. Апамыздан бізде шор жүдә көп, бидайымыздың түп саны жоқ болып кетеді. Пақта суғарғаннан кейін пақталарымыз өліп қалып жатыпты шордан. Шордың ақыбетінен де. Себебі шордың ең бір текарғы жаман қасиеті, бұны қараңдар. Шор сондай дәрежеде тұзлар ұлыма біз берген суды да даже өсімдікке бермей ызғарлық бола берсін топырақта. Біз берген нені суды да сол өсімдікке бермей өзіне тартып тұру қасиетіне ие да. Ауа. Бірақ біз ойлаймыз ғой ызғарлық бар деп, не Азат? Атызда. Бірақ ол ала алмайды ол өсімдікті. Себебі тұзлық, шорлық күшлі. Және оның үстіне берген химиялық азот бар ма, калий бар ма, сол төгілерді де ол өзіне жабыстырып өсімдікке алу қасиетін тоқтатып тастайды. Шордың ақыбеті. Міне сол затты ілтимас қылдық, апамыздан бізге сол шорларды жеп, сол шорларды азайтатұғын бірден жоқ қылып жіберу қиын. Жылдар давамында азайтуға болады. Себебі міне қазір міне факт сен көзің алдында. Өткен жылы сөйде бидай жоқ еді. Міне биыл бидайдың үстінде тұрпыз, дұрыс па? Бұның текарғы қасиетінің бірден бір себепшісі бұл Салтипро препарат болып есептелінеді. Бұл шорды сол атрапындағы, бидайдың атрапындағы шорды топырақтың жұқа қатламында бұлар болып, шорды азайтып, жеп, өсімдікке азық су жеткізіп беру қабілетін пайда етеді. Азық су жеткізіп беру уақытында. Одан тысқары бір жер бердік, міне апамыздан полный сол бір контр жерді өзім 3 гектар жерді өзім тәмелеп беремін. Аталыққа алды. Аталыққа алды, соны. Действительно, бұны азыр қайта сынап жатырмыз. Азыр міне 2 жыл болатын болса, 2024 жылы осы препаратты апамыз шорды жейтұғын препаратты Салтипро препарат, мезоворус основной составы. Сол ойлап тапқан болса, сол бірінші жылы бізде Қарақалпақстан шариатында 1 тоннаны бесплатный тарқатып сынағанбыз. 1 тонна. Әкеліп, әмме фермерлерге тарқаттық бесплатный, апамыздың тапсырмасыменен. Онан кейін мінекей, кейінгі жылы сол күзде сынақтан жақсы өткеннен кейін күзде уже производствоға қостық оны. Пақтада да жақсы өтті, бидайда да жақсы өтті. Неге қазір менің өзімнің Қарақалпақстан республикасы бойынша Хорезм viloyati bo'yicha bir 2000 ga шамалас фермерім бар, істесіп жатқан пақта, бидай, шалы, басқа фермерлерім бар. Барлығы сол біздердің микробиологиялық препаратлардан пайдаланып, жақсы өнім алып тұрыпты. Өткен жыл өзіңіз апардыңыз ана пақта ажыларға. Ешқашан көрмедім мынандай пақталарды. Өткен себебі міне химиялық төгілерді біздер сол 50%-ке шейін қысқарту имканиятына ие болдық. Себебі әттен тысқары бере бергенмен топырақта шорлық көбеюіне ақыбетін алып келеді. Оны жей алмайды өсімдік. Соның үшін мінекей апамыз сол препаратты ойлап тапты. Қазір міне өткен жылы тұқымда, мысалы үшін Азат еттік қой, тұқымда жуып ектіңдер, Спарагин Плантастиммен жуып ектіңдер.
Сол кезде мысалы тарихлап беріңіз, ана химиялық көзін болса, мынаны шыны жеймен дегенше бұл тұқым или нете алмайды, бірақ мынау қазір уже біздер ауқатландырып, тойдырып, жерге тастап жатырмыз деп, мысалы сол кезде тарихлап беріңіз өзіңіз. Ол кездері мысалы шығуы жаңалық болды, тез шықты, тез өніп өсті уже жердің бетіне. Bizde bir mərtə salt Сол күзде Салтипро бердік. Спораген ба? bizde Saltipro verildi. İlk litreden Saltipro çevrildi. Olsun. Bakardı. Мартта берілді. Mart'ta ilk litre çektiniz mi? Мартта 2 литрден бердік оға. Saltipro olan. Салтипро шорға. Ondan keyin birinci Апрельде берілді оға. o vaxtında Актамин, Бакта төртеуін Aktamin, спарагин, Sparagin, фантастин, Fantastin, Салтипро. Saltipro. Ya. Saltipro. Sonra bir septik. соны бір септік. Енді азыр мынау бүгінгі және Bugün 1 May. және сеуі. Yine bu da kalesi Saltipro'dan 2 litre. Спарагин. Yak Sparagin yok. Ne Бактамин. Aktamin var. Fantastin var. Iposomax var. Фосфомат. Çok mikrobiyolojik preparatlarda asitli raz Беріп жатырмыз. veremiz var. Bakalım. Bugün de kança veriyor? Тогын біздер қара фосфор берілді 300 гладан и селитра 200 гладан берді. Қара фозам органикалық тогын. Айтып отырмын, химиялық тогыннан тек 200 гла бір рет берілді болған. Қанмесі органикалық тогындар болды. Zaten sen айтıyorsun. Sen aslında dikkat atlı işleyiciler. Ötken yılın bidayına karaganda yılın bidayını Сол жаңа Тимур айтқандай жақсы бидай. Өткен жыл бұндай бой көрмедік. Мынадай тығыз атыс көрмедік өткен жылы. Биыл әйтеуір Құдайға шүкір. Сіздердің көмегіңізбенен öyle. өзіңіз бәрін бастан аяқ контрол қылып жатырсыз. Рахмет көп. Енді бұдан басқа да әйтеуір егін егеміз істеп отырмыз. Сол істесеміз бұның бұяғына да. Ангузел несіне фирмасына рахмет. Көп разница бар. Көріп жатырмыз. Енді бұл hakikaten басқа егелерге де беруге болады. Себебі бұлар микробиологиялық препарат болғанлығы себебі ешқандай зиянсыз ол. Адам организм үшін зиянсыз. Табиғатта бар нәрсе ол. Табиғатта бар зат ол. Сол микроорганизм, топырақ, өсімдік біздер енді основной ілмей жандасамыз. Себебі мінекей сізге мінекей 100 гектар бидайыңызға беріп жіберіп мә сеу деп айтпаймыз. Келіп басында тұрып, мынандай қылып істе қайту керек, қай уақытында себу керек. Барлығын консультацияларын бәрін беріп, агротехникасын толық ұсынып, сөйтіп бірге істесіп, экономикалық жақларына месаплап, шығынды мынандай жақтан азайт, сен қазір өзіне түсер бақасы мынандай қымбат болып тұрыпты. Соның үшін сен аз-маз эконом қыл, бұяғынан неяқтан қосымша микробиологиялық препаратлармен істес, сен бірақ соңынан зият өнім аласаң деп иқалармен жақсы істесіп жатырмыз. Қарақалпақстан шариғатында жүдә ауыр регионал болып саналады. Резкий континентальный, қатты суық. Қазір мінекей түнде 11 градусқа шейін салқын болады. Күндізгі уақытларда жүдә бір қатты ысып кетпейді. Тем более ертең бірден ысып кетеді. Сондай суровый, жүдә бір қатты қиын климатта біздер фермерлермен істесіп, со бидайдан 50-60 центнер бидай сондай бір ауыр топырақты жерлерден алуға мясар болып жатырмыз да, препаратлардың арқасында. Пақтадан 45 центнерді алу имканиятына ие болды. Средний есептағанда 45 центнер пақта алу имканиятына ие болды фермерлер. Соның ақыбетінде қазір мінекей қосымша трактор, техника, басқа заттарды алу. Диқанда болса, президентіміз айтқандай, диқанда болса халықта болады деген гәпі сол. Құдайым сол қырмаңызға берекет берсін. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыстар болсын, Құда қаласа. Аллахым сол суымыз мол болғай, еліміз тыныш болғай, Құда қаласа. Жақсы күндерде үшін жасайық. Бидайларыңыз Құдайым өсіп, қырмағын бәлент болғай.